Сәлем көп, қыртылас тудыратын әлем назарын өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үздік шеруі Каку топ-10 назарларыңда. Қайраттың әйелін көріп болсаң, экран алдына жайғасып, топ-10 қара. Өйткені біз бастаймыз. Алдымен өткерге тоқталсақ, ол Бен тобы. Үштік зор фильміне саундтрек түсіріпті. Ән ғашық болу деп аталады. Күз мезгілінде біраз жанның көңіл күйі болмайды. Осындай бір серпіліс сыйлайтын туынды шыққан сияқты. Егер ұнап жатса, Каку.kz сайтына кіріп, лайк бас. Ғашық болу, шын ғашық болу, жаныңа жаны толы нұрға. Ғашық болу, ол азық болу, сүйгеніңе жолығуға. Аялай біл, бағалай біл, соны бұл ғаламда. Ғашық болу, ашып беру, жүрегіңді бір адам. Үздік ондыққа да келіп жеттік. Оны ашқан Батыр Байназаров. Бақытты қайта қайтарғысы келген Рингол әншінің настроениесі нәскиде жүр. Өйткені қызы кетіп қалыпты. Олардың араларында ұрыс керіс болған. Кейін былай айқайлапты. Сосын бітті бәтиме бұлт. Өкіне, енді өкіне, сенші қайтарайық уақытта. Байқалмай өткен, алыстап кеткен, қайтарайық уақытта. Сол уақытта, сол уақытта. 9-шы орында сұп-сұлу Лидо. Әнші сері жігіт Санжар Мадимен еріп, тусовкаға барады. Санжар болса өз уақытын бос жібермейді, қыздарға қарайды. Осы кезде біреу жігіттің әдемі болуы шарт емес. Маймылдан сәл әдемі болса болды. Әдемі ер біреудің ері деп айтып отырғанда шығар, е? Бірақ бәрібір сұлу серіні ұнатады. Әй қыздар ай. Без остатка отдаю тебе себя всю. Без остатка горько сладкая я всю. Без остатка отдаю тебе себя всю. Без остатка горько сладкая я. Бүгін бойындықтар бірсен бейнебаянымен 8-шы орында соңғы рет. Ендеше топ-10 шеруімізде тағы бір рет бір-біріне кетшіп шашып үлгерсін. Ал фыт-фыт деп бастаңдар. Сен тәтті арманым, білсін, білсін, білсін. Альбина, Әлшер, Айдын. Бар, беттеріңді жуыңдар. Бір сен тапқан бағым, бір сен, білсін, білсін. Тек сен тәтті арманым, білсін, білсін, білсін. Бір сен тапқан бағым, бір сен, білсін, білсін. Тек сен тәтті арманым, білсін, білсін, білсін. Парасаттың бір әчкелері Ньютон 7-ші орында. Не күлесің? 7-ші орын аз ба? 5-шіге көтергілерің келеді. 3-ші орын ба? 2-ші? 1-ші? Жарайды. Короче, 7-десіңдер. Қуандық, сен мына жерде расымен де ұсталып қалған жігіт үшін қиналып тұрсың ба? Әлде анадан құтылдым, енді сен мендіксің деген эмоция ма? Келесі бейнебаянымен жауап берші. Айтпақшы бүгін Кука 6-ға табан тіреді. Отты болып күй жаным, ыстық демен сүй жаным ай. Жүрегіме сезімнің сарқылмайтын құйнарын ай. Отты болып күй жаным, ыстық демен сүй жаным ай. Жалын қорап жанымды тәтті сезім сыйладың ай, сыйладың ай.
еліміздегі нағыз рекордты жаңартып қана қоймай, одан да биік көрсеткішті көрсеткен Ерке Есмахан шеруміздің бел ортасында. Осыншама адам қарағанымен әлі де Ерке жоқсың деп жүр. Туф, сол бір жан бар ма өзі бұл ғаламда? Әлде туылмады ма екен? Егер Еркенің әнін тыңдап отырсаң, тезірек хабарласшы. Алматыда жоқ, Астанада жоқ, сені іздедім, үмітті үзбедім. Ақтөбеде жоқ, Шымқалада жоқ, сені іздедім, үмітті үзбедім. Айдана Меденова үштікке ілікпей қалды. Сөйтіп, 4-шіге жайғасты. Әнші үміткерлер қатарына ілінбей-ақ өз орнын тауып алды. Айтпақшы, Айдананың фанаттары, 1-шіге жайғастырасыңдар ма, әлде жоқ па? Осы бастан айтыңдар үштікке. Егер иә десеңдер, іске көшіңдер. Шын сүйетін Мақпал Исабекова ғана. Қалғандарында жалған махаббат. Сондықтан әнші 3-ші орынға жайғасты. Мақпал қашан 1-шіге көтеріледі деп жүргенде төмен түсіргені қызық болды. Достым, Исабекованың бұл туындысы ұнаса, лайк бас. Өткен аптада ғана MD үміткерлер қатарында еді. Енді міне бірден 2-ші орыннан бір-ақ шықты. Ән үшін әлде сымбатты Сануржан үшін бергені белгісіз. Бірақ көбісіне 2-ші нұсқасы көбірек ұнайтын сияқты, е? Егер бейнебаянда актер үшін көретінің рас болса, дауыс беруді тоқтатпа. Мәреге кім бірінші келгенін айтпас бұрын өткенге көз жүгіртейік. Шерумізді өкініп, бұтшт болып жүрген Батыр ашты. Сұп-сұлу Лидо 9-да. 8-шіге кетчупты тауысқан Бэйн жайғасты. Парасаттың Ньютоны 7-де. 6-да жігіттің ұсталғанына қуанған Қуандық. Шеруміздің бел ортасында Ерке. Алматыда жоқ, Астанада жоқ, сені іздедім, үмітті үзбедім. 4-те тіке сөйлейтіндерді ұнататын Айдана. Мақпал ғана шын сүйет, сондықтан 3-ші. 2-де MD.
Шеріміздің алтын тағында әдеттегідей Moonlight 5-тік бірінші орыннан еш түсер емес. Хотелдің алдындағы скамейкаға отырғандай отырып алды. Әзірге тұратын ойы жоқ тіпті. Жаңбыр жауса да, өйткені қолдарында қол шатырлары бар. Ендеше жігіттер, құттықтаймыз, тұрмаңдар. Қасымда бол, керек емес басқан, қазір енді басқамын, өзгердім тек сен қасымда бол, керек емес басқан, қазір енді басқамын, өзгердім тек сен үшін жаным. Бұл аптада әншілер осылайша жайғаста, келер апта қалай өзгеретті белгісіз. Ал егер бүгінгі шешіммен келіспесең, кәдімгідей болданып отырсаң, тіпті жылағың келсе, онда оны өзгерт. Ол үшін көндікті кездет сайтына кіріп, қазірден дауыс бер. Көп пікірталас тудыратын әлем назарын өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үздік шеруі. Тәтті топтен осымен тәмам. Көріскенше.